Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін 31 желтоқсан. Бірер сағаттардан кейін жаңа жыл басталады, тауық жылы. Және мен үйдемін, кеше келдім. Ең бірінші біз қазір сол шыршаны орнатып, жаңағы ойыншықтарын ілейін деп жатырмыз. Сол. Бізде фонда жаңа жылдық музыка. Ал мына жерде біз шыршамызды кеп қойдық. Және де қазір мынау қыз екеуміз. Привет! Мерей. Таныстырсам өзімді. Біз қазір жаңағы подвалдан бағайдына келдік. Иә, подвалдан. Шыршаны әкелдік. Бізде негізінде кішкентай шырша болған. Осы уақытқа дейін емес, өткен жылға дейін. Сосын өткен жылы бізде үлкен шырша пайда болды. Мынау сол елканың бірінші бөлігі, мынау екінші бөлігі. Давайте распаковывать, типа. А біз бастап қойдық уже. Ойыншықтар. Мына жерде ойыншықтар. Ойыншықтар болғанда в прямом смысле ойыншықтар бар. Бар екен дей ма? Елканың астында отыратын члены жюри деп. Ал бастайық онда. Бір кісілер қайда? Бір кісілер үй жинайын деп жатыр еді. Біз сондай ұятсызбыз. Өңшең сондай қиын жұмыстарды бізде нақыстайды. Ал біз сол ойыншық, елка. Бұл қыз ет қайнатып жатыр. Күшті бізге кешке қарай тағам болады. Бірақ енді бұл ол емес негізінде. Бұл салаттарға. Біраздан кейін салат тураймыз. Балнұр қазір етке қарап тұр. Одан кейін Балнұр бір бөлмесі қалып кетті, соны жинайды. А біз ұятсызбыз, давай, Балнұр. Удачи деп қойса. Кеттік, давай. Мынау мынаның скотчтардың бәрі алынды. Мен бүйтсе ғана болсын. Мынау бір жыл жатқан кісілерді шығарайық мына жаққа. Мынандайлар бар ма бізде? Ең жақсы көретін сәт осындай. Бүкіл жаңағы ойыншықтарды. Мен есімде жоқ мыналар. Неғып есімде жоқ бұлар? Мен есімде бар. Біздің легендарный снеговиктар. Бұрыннан келеді қал. Дестар ма? Ветерандар. Ветерандар. Мынандай ойыншықтар өткенде болғанбыз. Сен басыңа бір нәрсе берейін ба, Балнұр? Сен мынандай король бол. Біз эльфтармыз. Бізге сәлем беріп тұр. Өтірік сағат ағып алып, бізді алдап тұр деген бөлді.
Достар, біздің шырша дайын, көрдіңіздер. Енді негізгі дайындыққа кірісе беруге болады. Негізгі дайындық дегенім, нені меңзеп жатырмын? Дастархан. Ал Мерей бізде тағы бір кішкентай, жаңа айттым ғой, бізде шырша болған, соны мен өзімнің YouTube каналыма бұны көрсетіп отырмын. Мини пробник. Ал мен мына жеміс жидектерге толы себетті жақсылап қазір распаковывать етіп алып, арасында бір екеуін жеп мүмкін деп Мерей. Мына ыдыстарға салам. Қысқасы дастархан дайындығына кірісіп жатырмын. Мен басқа бөлмеге көшіп кеттім. Сөйтсем мына қыз артымнан келіпті мен. Не үшін келдің? Мамама жесем. Болады, жаңа сіздің әпкеңіз мандарин алып кетті уже. Да? Но алма прямо просится мені жейші деп тұр ма? Болды, бар енді. Эх, вы, ұятсыздар. Бұл Шымкент. Ауа райы қараңыздар қандай. Астаналықтар, завидуйте десін. Хотя, енді завидуйте демей қойын. Негізінде жаңа жыл болған дұрыс, қар. Бірақ мен 11 қазаннан бастап қарды прям былай көрдім. Маған не істейін дедің, Мерей? YouTube каналым. YouTube каналдан азгүлмен просмотр бойынша жасып атырмыз біз. Битва блогера. Мерей, сенің елкаңшы артында жоқ қой. На лицевая сторона. Сен ничего, что айнаны алдына қойып қойдың елкаңды? Ничего, как әдем болғанмен. Арқасында мишура қоямыз тебе. Давай. Наверное, это мой рай. Мынандай еріксіз мынандай болып қалатыр. Не өтірмей, Мерей? Просмотр деген кетіп тұрған көріп. Күштіп тастапсың ғой, мишурақ тастапсың ғой. Айтпай-ақ өзі үшін көрсетіп тұрған бәрін. Иә. Мақтаудың қажеті жоқ қойдың. Пожалуйста, увидите ее от меня деп тұрма. Бүгін біз
үшін мына жақта адамдар өте бір қызық және де өте көңілді кеш болып жатыр, себебі ол бұның себепкері мына кісілер. Аяз ата келді біздің Қаршағыз келді, Снежная королева және де биылғы жыл тауық жылы. Енді Аяз ата жүрек жарды тілегіңізді айтып жіберсеңіз. Барша көрермендер, жаңа жылдарыңызбен, жаңа жыл жаңа табыс, байлық, ынтымақ, береке өзің несібесімен келсін. Біздің тауық жылымыз өзінің барлық ынтымақ бірлігін осы Қазақстан еліне алып келіп, 2017 жыл біздің ел үшін мақтанарлықтай ең керемет жыл болсын. Рахмет, Назгүлдің арнасына жазылыңыздар деп айтыңызшы. Назгүлдің арнасына жазылыңыздар. Рахмет көп. Рахмет көп. Достар, жаңа біздің үйде Аяз ата, Қаршағыз, Снежная королева және де биылғы тауық жылы келді. Және де біз бір сәтке Балнұр, Мерей, мен балалық шаққа оралдық. Және де сол үшін біздің ата-анамызға көп рахмет. Және де мен негізінде рахметті өздеріне айтып қойдым, бірақ сіздерге мына нәрсені көрсетейін деп қойдым. Не берді саған? Маған мынандай брендовый өте сапалы деп күшті. Және де соңғы кезде маман деппін ғой, үйдегі енді барша адамның миын ашып жүргем. Косметика сыйлады Аяз ата. Аяз ата сыйлады ма? Ты уверена в этом? Тақсай айтам ғой, өзі ондай секретті айтпасай. Романтичность момента подпасай деп. Вау, что же? Почему-то андай не... Свадебный. Вау. Күшті, кереметный. Мына жерде не бар? Бұл жерде барлығы бар. Мына жерде помада да бар. Мына жерде пудра, бронзатор ма? Сосын жаңағы консилер, шиммерный теңдер, матовый теңдер, және де кисточкалар барлығы бар. Короче. Өзіңнің сезіміңді айтшы. Мен енді бұны бізге осындай мүмкіндікті сыйлаған, осындай бізді балалық шаққа оралтқан ата-анамыз, мынау сыйлықтар да енді Аяз ата ғой, бірақ Аяз ата мен Ақшақар шын мәніндегі ол біздің үйдегі папа мамамыз. Сондықтан мен үлкен жүрегімде сондай үлкен алғыс сезімі, себебі жаңа тақпақ айттық, ән айттық, сол үшін подарок алдық, жаңа сыйлық. Және де достар, кішкентай кездегідей сыйлық алдық болса. Мынандай. О, мынау менің темам ғой деген. Иә. Орео деген. Мен киндер жемегелі қанша уақыт болды? Иә, айтпа, қанша. Сондықтан бұл жаңа жыл мен үшін шыршаны алып отырайық. Бұл жаңа жыл жақсы спонда тұр деп. Бұл жаңа жыл мен үшін өте ерекше жаңа жыл. Жалпы кез келген жыл мен үшін ерекше, бірақ биылғы жаңа жыл мен білмеймін, қайтадан бала болып тақпақ айтып, ондай бір күнде болатын нәрсе емес қой, бір адам білмеймін, бір қызық. Сондықтан мешін жылына көп рахмет, және де тауық жылы барлығымызға көп жақсылық әкелсін. Мешін жылындағы болған жақсылықтар ұлғая берсін, табыстар көбейе берсін, шаңырақтарыңызға көп несібе, бақыт, дәулет, ырыс, ынтымақ келе берсін. Енді неше? Көрермендерің сұрайды ғой, қандай тақпақ айтты екен Назгүл деп. Қандай тақпақ айттың айтшы. Ғой қазір. Деден тамаша шыршамыз тұр, жараса, басында әсем жұлдызы. Сосын біз де қуанып қаламыз. Кісілерге рахмет. Сол. Осындай күшті күн болды, рахмет. Рахмет. Енді Жоқ қойған жоқсың ба? Жоқ. Енді менің сыйлықтарымды көріп қояды, ал мне сендердікін көрмей ма, не, давайте көрсетіңдер. Мен сыйлаған просто это нечто. Давай. Осындай пакет. Еш непримечательный десе. Еш ерекшелігі жоқ пакетінде, бірақ ішіндегісі өте ерекше. Бұл Алматыдағы ауа райына арналған деп осындай жеңі жоқ куртка.
Маған корейский фильмдардағы есіме түсіп кетті қыздардың прикидтары. Бұның ішінде мындай несі бар. Мынаған енді мен ғашық болдым. Кофточкасы бар. Бұл кофточканы жеңі деген. Жеңі еще мына бел жағы алды қысқа, арты кішкене ұзындау екен. Бұл өзінің бір ерекшелігі сияқты. Өте сәнді. Және де бьюти адамдар біледі. Серый мен сұр мен осындай розовый екеуі бірге күшті жарасатын. Сочетание үйлесімділік. Мен сол үшін өте қуаныштымын. Біздің Аяз атамен Ақшақар үйдегі біледі не сыйлау керектігін. Неменеге риза болатсың, давай көрсетті ма? Не ба? Кетші, сен снежная королевадан да ұрсып кетті. Менікіде обычный пакет. Обычный пакет. Ал ішінде? Ал ішінде Назгүлге мамалар бір рет спортивка алып берген еді. Мен қызығып, қызғанып жүрген едім. Қойшы, маған айтпайды оны еше. Мамаларға айттым ғой заты. Мамалар соны учетқа алып, маған да сондай сыйлады. Осындай ішінде начосы бар. Өте жылы десе. Назгүлге Астанаға барған кезде тоңбайтын десе. Мен андай не жанында персонал болып тұрайын деп. Обслуживающий персонал. Шынымен вообще күшті екен, маған өте качественный. Чалбарчик. 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 Такой чалбарчик. Сзади Күшті такой екен колтачик. кәдімгідей. Подарочек. Сыйлығымыз құтты болсын. Басталды папамыз құттықтауы. Бүкіл үйге дауыс естіледі. Бүкіл пәтерге барлық. Назгүлдің видеоларын көп көретін болсаңыздар, үйреніп қаласыздар. Осындай дауыстар деп. Мен нені көрсетейін деп жатқанмын. Мен қараңыздар қандай күшті оюлар. Асып кеттің ғой бала ойдандай. Саған не жоқ? Сен сұрамайды екенсің да сен. Персонал болмай сондай обслуживающий. Киіп алатын персонал. Жаңа жыл құтты болсын. Достар, біздің бүгінгі образдарымызды байқадыңыздар ма? Өткен жылы біз ханшайымдар болғанбыз. Биыл біз ханшамыз десең. Бізге Ғаділбек Жанай жаңа өлең шығарсын десең. Сол өтесінде күшті бізде жаңа жыл болып жатыр. Мама көрсетіңізші, тоқтаңыз. Бұл не тамақ? Қалай болады? Бұл Плов в тесте. айтып беріңізші, бұл не? Бұл палау, осылай пісіріп көрейін дедім. Қалай болады? Піскесін көресің. Жарайды. Өте құпия рецепт. Айтуға болмайды. Біз жылда солай айтсам болады, енді экспериментировать етуге тырысамыз. Мейлі ол тағам жағынан. Так. Шеха қоймаймыз ба? Қойылымды кесе ойсың? Сол жерге қойып кеспейміз ба? Перепелиный яичкалар бар еді. Күшті болды ма? Давайте. Кесіңіз, мама. Кесейін. Бисмиллахиррахманиррахим. Келіңдер, қыздар. Көрсеңдерші, как получилось. Білмеймін енді, как получилось. Сол жерін кес. Кесіңдерші, қыздар. Вау. Мен бұндай палауды бірінші рет көріп тұрмын. Вау. Мама, аплодисменты. Овации. Қарсыңдаршы? Вау, демейсіңдер ма мамаға? Не, мен уже айтып қойдым қанша рет бар ғой, потому что бұл менің ең сүйікті тағамым палау. Вау, бірақ сен мынандай подачаң жоқ, сол енді айтайын деп жатырмын. Мынандай презентациядағы палауды бірінші рет көріп тұрмын. Сол үшін менің жүрегім қатты соғып кетті. Асқазанымыз жесе де. Тағы бір не етейінші? Кішкентай леген аппетитті келтіріп, сілегейді шұбыртып. Әлі жамбас шығады оның ішіне әлі қазір. Как гүл ма? Гүл. Тәж, корона. Тәж, корона. Балнұр қайда? Балнұр келмей ғой, көрмей ғой.
негізінде анандай ет болу керек еді да. Мен енді осылай әдейі жамбас қылдым да. Бұл қазақша палау. Бұл жамбас емес екен, жілік екен. Жамбас енді шығады екен. Қандай палау болса да біз жерге дайынбыз деймін. Жаңа жылда ешқашан палау жемегенбіз. Мен де. Барлық жағынан ерекше жамбас. Тақтайды әкелу керек екен, қазір тақтай әкелемін. Мен кәдімгідей кішкене шок болып тұрмын мынандай палаудан. Бүйтіп көруге болады. Тестосын жеп көріңдер. Мінекей, енді мягын. Сейчас я вам красоту наведу. Тема ке? Папаға жамбас. Біздің папамызға үлкен. Ал мынау Назгүлге. Ол не? Ол мой номерға мықты болып, биік болып. Ой. Ауыр екен десең. Мынау жілік Балнұрға. Құда қаласа. Бұл? Прокурорға. Ал Мерейге шашлык. Міне еттен бердім. Ең кішісін бердім. Мерейге мен берем ғой? Мерейге папасы береді просто. Жоқ, папасы бәріне береді ғой. Бұл құда қаласа салып жеңдер. Әке, кімге сұрақ? Ал барлығына ас болсын. Только увеличит выпуск качественного продовольствия, но и серьезно повысит доходы сельчан. Құдай қаласа. Бар дүниенің асылы сенден күтіп болсын. Аумин. Не оқым? Ала, Назгүл. Жаңа жылдарыңызбен, Назгүл жаңа жылымен сіздер. Балнұрке. Қаншалар бірге тұру керек. Ойбай. Жаңа жылдарыңызбен. Жаңа жыл жаңа бақыттарға жетелей берсін. Біз өткен жылда жаққан жоқ едік қой. Сендер тағы да анандай. Во, биыл папа алып келіп тұр ғой. Іздейме дедім де. Жоқ, вообще. Мен жаным қалмады, шубам жанып кетті. Менің курткам, новый курткам, жаңағы подарок курткам не? Жанған жоқ, просто тиіп кетті. Қарап отырым жарықта. Надеюсь. Мында тиді. Маған шықсам ше. Негізінде от шашуды тамашалаған жақсы, бірақ маған ұнамайды.
ауаны бұзады екен. Ауаны бұзады. Сосын негізінде біз 2 жылдан бері от шашу жасамай жүргенбіз, енді өзіміз тек тамашалауға шығатынбыз, бірақ биыл енді білмеймін, сондай сәйкестік болып қалды ма? От шашып көрейік дедік. Иә, бір көрейік дедік. Ой, папа жандырып отыр. Достар, туысқандар, әріптестер, мен білетін барша жақын жандар, баршаңызды жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа тауық жылы, менің жылым сіздерге бар жақсылығымен келсін, игілігімен келсін. Шаңырақтарыңызға бақыт, несібе, байлық, дәулет, мереке, береке алып келсін. Және де сіздердің, жақындарыңыздың жүздерінен күлкі кетпесін ешқашан. Енді келер тауық жылы да мешін жылының жалғасы ретінде көптеген жақсы оқиғаларға, жақсы жайттарға, жақсы сәттерге толы болсын. Қысқасы, әрдайым сондай жақсылықтың эпицентрінде жүре беріңіздер. Жаңа жыл, жаңа бақыт, жаңа табыс алып келсін. Сол зор денсаулық тілеймін. Жаңа жылдарыңызбен.